Сәлеметсіздер ме? Бүгін 81-ші сабақтың тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Нәтиже сабақ: мен не үйрендім? Бірінші мәтінді мұқият тыңдайық. Көктем кезі Шоқан ауылына жер картасын жасайтын Сотников деген кісі келді. Шоқан да сол кісімен бірге даланы жиі аралады. Сотников салған суреттерге еліктеп тауды, көлді бейнеледі. Бір күні оған мысықтың балшықтан жасаған күймесін көрсетті. «Мынаны кім жасаған?» деп сұрады Сотников. «Менің жолдасым мысық. Ол қайда?» «Ауылда». «Оқыған ба?» «Жоқ, оқымаған. Бұл өнерпаз бала. Оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің», деді Сотников. Шоқан алыс қырға қарап, ойланып тұрып қалды. Бұл Сапарғали Бегалиннің шығармасынан алынған үзінді. Мысық деген Шоқанның бала кездегі осындай балшықтан мүсін жасайтын досы болған, сол туралы. Енді мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін тақырыптың қысқаша атауын таңдайық. Бірінші бала Шоқан, екінші Сотниковтың ақыл кеңесі, үшінші өнерпаз бала, төртінші Шоқанның арманы. Бала Шоқан деген нұсқасы кішкене келіңкіремейді, өйткені мәтінде Шоқанның балалық шағы туралы еш нәрсе айтылмаған. Одан кейін Сотниковтың ақыл кеңесі бұл өте жақын. Өйткені мәтіннің соңында Сотниковтың білім беру үшін мектеп ашу қажет, ал ол үшін оқып білім алу керектігі жөнінде Шоқанға берген ақыл кеңесі баяндалып тұр. Үшінші өнерпаз бала. Бұл да өте жақын тақырып. Өйткені мәтінде мысық деген Шоқанның мүсінші жолдасы, оның өнері туралы айтылып тұр. Төртінші Шоқанның арманы. Бұл тақырып кішкене сәл алшақтау, өйткені арманы туралы ешқандай мәселе қозғалып тұрған жоқ. Енді Сотниковтың ақыл кеңесі және өнерпаз бала деген екі нұсқаның біреуін таңдайтын болсақ, Сотниковтың ақыл кеңесі өнерпаз балаға қарағанда әлде қайда жақынырақ. Өйткені бұл мәтіндегі негізгі ой, негізгі түйін Сотниковтың Шоқанның оқуға баруына ақыл кеңес беруінде жатыр. Сондықтан осы нұсқаны таңдаймыз. Мәтінде кім және не туралы айтылған? Өнерпаз бала мысық туралы, мектеп ашу үшін Шоқанның қалаға барып оқуының қажеттігі туралы, үшінші бала Шоқанның білімді болуды армандауы туралы. Бірінші нұсқаны таңдаймыз, өнерпаз бала мысық туралы. Сотниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесін қалпына келтіріп жаз. Сенің қалаға барып оқығаның жөн, білім беру үшін мектеп ашу қажет. Бұл өнерпаз бала, оған білім керек. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің деген сөйлемдер берілген. Енді мәтінде осы сөйлемдер қандай реттілікпен орналасқан, соны рет-ретімен қойып шығамыз. Яғни шеңбердің ішінде мен реттік номерлерін қойып қойдым. Сол рет бойынша бұл дұрыс нұсқасы болып табылады. Мәтіннен осылай сөйлемдердің реттілігін тауып үйренеміз. Бұл өнерпаз бала, оған білім керек сөйлемдерінен зат есімдерді тауып, үш жақта жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз. Зат есімдеріміз бала және білім деген сөздер. Енді тәуелдейік. Менің балам, менің білімім. Сенің балаң, сенің білімің. Сіздің балаңыз, сіздің біліміңіз. Оның баласы, оның білімі. Біздің баламыз, біздің біліміміз. Сендердің балаларың, сендердің білімдерің. Сіздердің білімдеріңіз, сіздердің балаларыңыз. Олардың балалары, олардың білімдері. Келесі тапсырмада мәтін бөліктерінің атауын толықтыруымыз қажет. Бірінші Шоқан мен Сотников, екінші балшықтан жасалған күйме, үшінші мысық өнерпаз бала, төртінші Сотниковтың ақыл кеңесі болады. Енді осы құраған жоспарымыз бойынша мәтіннің мазмұнын айтайық.
Көпшілігінің осы мазмұндама жазуда, не болмаса мәтіннің мазмұнын айтуда жіберіп жататын қателіктері мәтінді жаттап алу, не болмаса сөзбе-сөз дәл солай айтып беру. Бұл өте үлкен қателік. Мәтінді мазмұндаған кезде, егер мен деп өзі бірінші жақтан баяндалған мәтін болса, оны біз үшінші жақтан ол деп баяндауымыз қажет. Яғни мәтіннен не түсіндік, соны өз сөзімізбен айтып беруіміз қажет. Мысалы, көктем кезінде Шоқанның ауылына жер картасын жасайтын Сотников деген кісі келеді. Шоқан да ол кісімен ілесіп даланы бірге аралады. Ол кісі салған суреттерге еліктеп қоса сурет салды. Бір күні мысықтың балшықтан жасаған күймесін көрсетеді. Сотников оған қызығушылық танытып, кім жасағандығын сұрайды. Шоқан мысық деген жолдасының жасағанын айтады. Сотников оның қайда және оқымаған бала екендігін сұрайды. Шоқан оның ауылда тұратынын, оқымағандығын айтады. Сол кезде Сотников оның өнерлі бала әрі оған оқып, осы өнерін жалғастыру керегі жөнінде айтады. Оған білім керек, білім алу үшін мектеп керек, сол үшін сен қалаға барып оқығаның жөн. Оқып келген соң мысық сияқтыларды үйретесің, дейді Сотников Шоқанға. Шоқан Сотниковтың бұл сөзіне ойланып тұрып қалады. Мінекей осылайша өз түсінгендеріңізді баяндап бересіздер. Ал үшінші тапсырмада берілген сөздерді оқиық. Бірінші жолдағы сөздер қай сөз табына жатады, екінші жолдағы сөздер қай сөз табына жататындығын анықтайық. Бірінші қатардағы сөздеріміз ұш, біл, сыз, жүз, өшір. Енді бұл сөздерге сұрақ қоятын болсақ, не істе? Бұл етістіктің сұрағы, сондықтан да бұл сөздер етістік болады. Екінші қатардағы адал, ұзын, жаңа, сұлу, таза, биік, қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер болғандықтан бұлар сын есімдер. Осы сөздерден зат есім жасап жаз, сұрақ қой, бұлар қандай зат есім деп аталады, неліктен? Бірінші, ұшқыш, білім, сызғыш, жүзгіш, өшіргіш, адалдық, ұзындық, жаңалық, сұлулық, тазалық және биіктік деген зат есімдер жасаймыз. Бұлар сөз тудырушы жұрнақтар жалғану арқылы жасалып тұрған туынды зат есімдер. Бұл сөздерге кім, не деген сұрақтар қойылады. Осымен бүгінгі сабаққа берілген тапсырмаларымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, және де осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.